Таңқурай, яғни малина, оның пайдасы және де құрамындағы дәрумендер. Таңқурай денсаулыққа өте пайдалы жидек түрі. Таңқурай жылы мезгілде өскенімен оның негізгі қызмет ететін мезгілі суық мезгілдер. Қыста тұмаудан, суықтаудан кез келген дәрі-дәрмектен тез айықтырады. Таңқурайдың құрамында қант, эфир майлары, аскорбин қышқылы, глюкоза, ақуыз, пектиндер, сонымен қатар С, В, Д, Е, К және де А дәрумендері бар. Және де калий, фосфор, кальций, йод, цинк, хром, кобальт сияқты химиялық элементтерге өте бай. Таңқурай биіктігі 1,5 метрге жуық көп жылдық бұталы өсімдік. Таңқурайдың құрамындағы салицил қышқылы денедегі ыстықты түсіреді. Бұл жидектің тер шығаратын әсерге де көмегі бар. Соған қоса таңқурай антиоксиданттық және де қан тоқтататын қасиетке ие. Ол ішек қарын жолдары, бауыр ауруларына және де гипертония, қан аздық ауруларына да өте пайдалы. Таңқурайды жиі жейтін әйелдердің терісі сау әрі әдемі келеді. Ал таңқурайдың құрамындағы фолий қышқылының нәресте сүйгісі келетін және де жүкті әйелдер үшін пайдасы өте мол. Таңқурай мен оның жапырақтары бүйрек жұмысын жақсартып, зәр айдайтын әсері де бар. Кептірілген таңқурайдың 60 грамм жемісін 1 стақан қайнап тұрған суға салып 20 минут тұндырады да түнге қарай 2 стақанын бірақ ішіп алады. Денеден тер шығару үшін осылай қолданады. Басқа жағдайларда 1 стақаннан күніне 2 рет ішуге болады. Тамақ шаю үшін 10 грамм жемісті 1 стақан қайнап тұрған суға салып тұндырады. Оның гүлдерінен тұнбаны былай жасайды. 20 грамм таңқурайдың гүлін алып, 1 стақан қайнап тұрған суға салады да 20 минут тұндырады. Дайын болған дәріні 1 ас қасықтан күніне 3 рет ішеді. Таңқурайдың жас жапырағынан май дәріні жасау әдісі: жапырақтардан сығып алынған сөлдің 1 бөлігін сиыр майының 4 бөлігімен араластырады. Таңқурай шырыны тыныс алу жолдарын ашса, суын ішуге, қан қысымын түсіруге пайдаланады. Ол холестерин деңгейін түсіріп, майдың қорытылуын жеңілдетеді. Артық салмақтан арылғысы келетіндер үшін де таңқурайдың пайдасы өте зор. Таңқурайды қайнатқанда да, тоңастыққанда да пайдалы қасиеттерін жоймайды. Қайнатпасы дене қызуын түсіріп, несеп жүргізуге, бүйрек тасын шығаруға, іш ауруына, қан диабетіне ем. Жемісін табиғи қалпында немесе кептірілген күйде қайнатып, сусын жасап ішсе, қыста тұмауға жақсы ем болады. Ғалымдардың айтуынша бірде-бір антиоксидант дәл таңқурай сияқты обыр жасушаларына қарсы тұра алмайды. Осыған орай ол обыр дертіне қарсы тамаша шипалы дәрі болып саналады.